Сәлем, менің қымбатты туған сүйікті арыстандарым. Бұл 26 жылғы наурыз айына арналған жұлдыз жорамалдарыңыз. Наурыз айында ақпан сияқты өте маңызды ай, өйткені тағы да бір тұтылу болады. 3 наурызда екінші үйде ай тұтылуы өтеді. Бұл ақша, қаржы, табыс, жалақы, ресурстар және сіздің ақшаға деген көзқарасыңызға қатысты сектор. Бұл ай тұтылуы қаржылық жағдайына нені өзгерту керектігін немесе ресурстарыңызбен не болып жатқанын көрсетеді. Ресурс тек қана ақша ғана емес, уақыт, денсаулық та ресурс. Мүмкін уақытыңызды қайда жұмсайтыныңызды қайта қарау керек шығар. Әлде өзгелерге емес, өзіңізге және денсаулығыңызға көбірек көңіл бөлу маңызды болар. Құндылықтар шкаласы да өзгеруі мүмкін. Сіз үшін шын мәнінде не маңызды? Наурыздың алғашқы аптасы 1 мен 7 наурыз аралығы өте күшті сезіледі. Дәл осы кезде қаржыға қатысты сұрақтар айқындалады. Жұмыс ауысуы, табыс көзі өзгеруі, қаржылық міндеттемелердің өзгеруі мүмкін. Мүмкін жалдамалы жұмыстан жеке бизнеске өтесіз, немесе керісінше бұрын қаржылай қолдау көрсеткен адам тоқтатуы мүмкін, немесе керісінше алимент немесе шәкіртақы ала бастайсыз. Кейде тұтылу әсері 1 айдан кейін немесе 3 айдан соң байқалуы да мүмкін. Бірақ көбіне дәл сол сәтте оның мәнін сезінеміз. Наурыз жалпы қаржы тақырыбын күшейтеді, себебі жұлдыз жорамалында 2 қаржылық үй бар. 2 және 8. Сол үй 3 наурызда Марс 8 үйге кіреді. Бұл басқа адамдардың ақшасы, банк немесе несие, салық сақтандыру, мұра, орта қаржы секторы. Күтпеген шығындар болуы да мүмкін. Салық төлеу, мүлік бөлісу, мұра рәсімдеу мәселелері туындауы да ықтимал. Егер ажырасу процесі жүріп жатса, қаржы мен мүлік бөлінісі болады. Құжат рәсімдеу мәселелеріне абай болыңыз, себебі Меркурий 20 наурызға дейін ретроградты, маңызды құжаттарға қол қоюды осы күннен кейінге қалдырған дұрыс. Несие рәсімдеу, банкке құжат жинау, инвестицияны қайта қарау, қайта қаржыландыру, қаржыны бір жерден алып, басқа жерге салу тақырыптары белсенді болады. Салық органдары немесе басқа қызметтер қаржылық тексеріс жүргізуі мүмкін. 8 үй тек қаржы емес, бұл интимдік қатынастарға да құштарлық. Марс энергия мен құмарлық планетасы, сондықтан жақын қарым-қатынастар күшеюі мүмкін. Ретроградты Меркурий әсерінен бұрынғы серіктестік қайта оралуы да ықтимал. Бұл үй психология, ішкі трансформация, тәуелділіктер, жасырын қорқыныштар мен жұмыс істеу аймағы. Сіз психологпен жұмыс істеуіңіз, зиянды әдеттерден арылуға тырысуыңыз мүмкін. Сондай-ақ мистикалық, рухани тәжірибелерге қызығушылық артуы ықтимал. 7 наурызда Венера 9 үйге өтеді. Бұл шетел, сапар, білім, басқа мәдениет, тілдер секторы, шетелге қатысты жағымды жаңалықтар, виза, азаматтық көшу шешімі болуы мүмкін. Шетелдік адаммен танысу, басқа ұлт өкілімен роман басталуы да ықтимал. Шетелден ақша, сыйлық, келісімшарт немесе клиенттер келуі мүмкін. Білім алу, курсқа жазылу, лекция оқу, халықаралық жобаға қатысу бәрі сәтті өтеді. Тіпті шетелде ретрит ұйымдастыру мүмкіндігі де бар. 11 наурызда Юпитер тура қозғалысқа өтеді. Ол қазір 12 үйде оқшаулау, рухани даму, емделу, алыс жерлер секторы. Юпитер мүмкіндік, кеңдік, сыйлықтар планетасы. Ол ретрит, емдеу, операция, әсіресе 23 наурыздан кейін аралға сапар, круиз, рухани ұстазбен кездесу сияқты оқиғаларды әкелуі мүмкін. Бұл кезеңде қайырымдылық, құпия дайындалған сыйлықтар немесе жария еткіңіз келмейтін қарым-қатынастар болуы да ықтимал. Спа, массаж, демалыс арқылы өзіңізге көбірек уақыт бөлуіңіз мүмкін. 18 мен 25 наурыз аралығында Меркурий солтүстік кармалық түйін Раху мен 8 үйде қосылады. Бұл сіздің назарларыңыздың қаржыға бағытталғанын көрсетеді. Қомақты ақша
түсуі немесе маңызды қаржылық мәселенің көтерілуі мүмкін. 19 наурызда 8-шіге жаңа ай туады. Бұл ай Меркурий, Марс және кармалық түйін 5-ші нүкте осы секторына жиналады. Осы 5 нүкте секторына жиналады. Бұл жаңа қаржылық кезеңнің басталуы, мұрал, сақтандыру, салық, серіктестік табысы, жаңа келісім шарт немесе отбасы мүшесінің қаржылық жағдайының өзгеруі. 20 наурызда Меркурий тура қозғалысқа өтеді, қаржылық жағдайлар айқындала бастайды. 31 наурызда Венера 10-ші үйге кіреді. Бұл мансап, мәртебе, жұмыста жағымды жаңалық, табыс, келісім шарт, басшылықпен тіл табысу, беделдердің артуы мүмкін. Сонымен қатар Сатурн мен Нептун 9-ші үйде қосылады. Бұл алыс сапарлар, шетел, жаһандық сапарлар. Нептун танымалдылық пен кеңею, ал Сатурн мен ұзақ мерзімді жоспар. Сізде жаңа жоспар, халықаралық даму, жарнама, бедел өсімі басталуы мүмкін. Бұл ұзақ мерзімді тренд. Осындай наурыз айы сіздерді күтіп тұр. Сіздерді қымбатты арыстандарым, сау болыңыздар. Тек күндеріңіздің барлығы сәттіліктерге толы болсын осы наурыз айында. Сау болыңыздар.